Сәлем достар, сіздермен болған мен Айка. Және біз бүгін өзіміздің шын өмірімізді түсіреміз. Құрбым екеуміз. Мен үйде осындай киім киіп жүремін. Кейде кием, шашымда осылай, чолкымда бар. Түрі ұқсас болмай қалды енді. Ладно. Но менің комнатам. Ақ есік бар осындай. Сабина екеуміз бірге тұра салайық дедік, потому что әрі-бері жүргенше мен де оны түсіруім керек, сондықтан бірге тұра салдық. Қазір осы Сабинаның бөлмесі. Сабина осындай киім киіп жүреді. Шынымен де бірақ осындай киім киіп жүреді Сабина. Қара жемпір мен анандай шалбар. Қара шалбар тоже. Менде ақ футболка мен осындай қара шалбар. Әрен таптық қонаны біз бәрін. Скин. Жүрсімді өзгертіп алайын қазір мен. Еще біз бірге оқимыз. Мектепке ертең сағат 8-де барамыз. Қазір сағат кешкі 9 болыпты. Енді біз давайте ұйықтаймыз. Ал ертең күнді ждите. Ждите не тоза тұрыңыздар ертең күнді. Мен де осындай пижама кидім. Дайте достар. Таң қой тұрайын, свет жағайын. Сабинаны ояту керек қазір. Ол да ұйықтап жатқан шығар, елепі тұрып қойды, қазір көреміз. Уже тұрып қойыпты, мектеп киім киіп алған ба не уже? Мынақты кім киіп тұрған? Ладно, достар, мен таңғасқа осындай печеньемен сүт жегенді жақсы көрем. Өте қатты жақсы көрем осындай тамақтарды. Таңғасқа күшті кетеді. Сондықтан осыны жейін деп тұрмын. Қазір мен құрбыма да қол қойдым осындай. Ойбай, құрсын, сабаққа барайық дейсіз. Қазір бір ғайвында уақыт тез өтіп кетеді ғой. Білесіздер ғой. Мен мектеп киім осындай. Негізі мынандай киімім ғой, жай рубашка мен шалбар киім. Бірақ просто таппадым да ондай. И потом осындай кие салдым, мен не істеймін енді. Болсай. Қазір жазайық бұған. Бүйтіп жазамыз. Тез кешігеміз қазір деп жазайық. Уже 7:30 болып құрсын. Кім өзі? Бан етеді тастайықшынан. Өйстіп камерадан бан етеміз. Айтпашы мен папамның машинасы осындай көк емес, бірақ ақтам. Осындай ақ машина таппадым, осындай алдым. Осындайдың тура ағы. Енді папам жоқ болған соң, енді папам мұның ойныға кірмейді шығар, достар. Сондықтан өзім айдап бара салам енді. Бізге шық дейді. Давай отыр. Кеттік біз мектепке. Ойбай, сағат 8 уже кешіктік біз. Ойбу. Сабина, достар, Сабинаның формасын оценить етіп кеттіңіздер. Ол шынымен де сондай кет мектепке. Мен просто таппай қойдым да. Содан кейін осын кие салдым. Кейде Сабина шалбар кет, кейде анандай кет. Юбка кет. Сәлеметсіз бе апай, қазір біз дәптер алып алайық. Сабина, саған қазір дәптер берем. Ай, беш. Әйтеуір сабақ бітті ау. Кеттік жүр. Шықсай. Болды. Кеттік біз. Если, достар, видео нам жатса, тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Біз мектептен кейін негізі жаяу қайтамыз. Қазір жаяу қайта саламыз. И потом обязательно магазинге кіріп шығамыз ғой екеуміз деген.
И потом 5 саат таңдай тұрамыз заттарды. Вот, короче, осындай. Бірақ сонша үлкен магазинге кірмейміз, мектептің алдындағы магазинге кіре саламыз ғой. Так, и үй жаққа магазин бар. Магазин деймін ғой, магазин. Осындай бір чипсы мен кола аламыз. Негізі күнде алмаймыз, біз латте аламыз ғой, китайский. Біз соны қатты жақсы көреміз, бірақ көп жеуге болмайды, асқазанға зиян келтіруі мүмкін. Вот, так, төле қойдым ма уже, давай сен төлек. Каспимен төлетсек та, білмеймін. Мен деген наличка алып жүрмін ғой. Бірақ Каспийда да бар. Біз жаяу кеттік. Түсінбей жатқан шығар, неғып жаяу баратырға деп. О май гад, давайте отырып кетейік ба? Давайте отырып кетейік. Только не, шынында орламаймыз ғой ештеңе. Просто так, сәмен отырған соң мен де отыр. Ойбай қасқа, сәмен отырған соң мен де отырсағым ғой. Так, вот кетіп бара жатыр. Үйіміздің сырты осындай, бірақ цемент қой, сырты оранжевый цемент. Ақ цемент и оранжевый цемент бірге қосылған. Бірде ғой үйіміз деген. Сырты бірде, комнаталары да бірде, бірақ мебельдері басқандай. Вот, еще маған жақында оның үйі. Давай кіре. Қазір біз үй киіп аламыз еще. И обед ішеміз. Келіп, обед ішем мен всегда. Сразу келгенде уже обед дайын тұрады, потому что мен 1:30 келем, потому что 6 сабақ дегенделер болады енді. Вот, короче. Қазір обедке не жейді екенбіз. Так, Сабина уже өз киім киіп алды. Вот. Так, енді біз давайте чипсымызды жеп алып телевизор көре тұрайық. Давайте кеттік, телевизор көре тұрайық пока что. Мен үйге кеп, тәттілерімді жеймін, кейде жолда жейміз, Сабина екеуміз. Вот. Так, вот телевизор қосып алайық. Давайте мен обед дайындай берейін, Сабина көре берсін. Так, не жейміз. Достар, мен кейде именно кешкіге кейде шаурма заказ береміз, кейде кәдімгі макарошка жейміз. Макарошка деген қалай кетті. Ладно, дәйті бұл жерде енді макарошканы мұны жоқ, отты қоя салайық енді екеуміз кейде. Так, жүр отыр. Отыр деп жазайық па, жазба қояйық па. Такс. Келси. Қадет болды? Отыр. Все келді. Так, осылай хот-дог жеп аламыз. Ал, достар, осымен біздің видео ұнаса лайк басып кетіңіздер, и тіркеліп. Ал, всем пока!